Сәлем достар, мен бүгін сіздермен қамыр өте ерекше, дәмінде ерекше болып пісетін, яғни духовкада дайындалатын пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен табағымызға жылы сүтімді құйып алдым. Үстінен бір ас қасықта дрожжамды, яғни аштығын салып, үстінен жұмыртқаның 2 сарысын салдым. 1 шай қасық тұз, құмшекер және дүкендерде сатылатын топленое молоко деп аталады. Мен соны күйдірілген майды құйып жібердім. Егер үйлеріңізде күйдірілген май болса, соны салсаңыздар болады. Енді барлығын бірге жақсылап осылай араластырамыз. Біркелкі болғанша, енді үстінен ұнымызды салып, жақсылап әп-әдемі етіп, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Міне осылай мен қамырымызды илеп алдым. Жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр болып иленді. Енді табағымыздың бетін жауып, 1,5-2 сағатқа қамырымызды көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Оған дейін біз жаңағы ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Мен ет пен пияз, укроп пен кинза және қайнатылған картошкаларды алдым. Барлығını бөлек-бөлек дайындап алатын боламыз. Ет, фарш, яғни еттің орнына фарш қолдансаңыздар болады. Қайнатылған картошка және көктерімізді осылай дайындап алдым. Мен етіміз бен пиязымызға тұз бен қарабұрыш салдым. Ал сіздер өздеріңіздің қалағанша дәмдеуіштеріңізді салсаңыздар болады. Енді қамырды майда бөлікке бөліп аламыз. Осылай жақсылап майдалау етіп, топ-томалақ етіп, суалаларымызды жасап шығатын боламыз. Суалаларымыздың бәрін осылай жасап, дайындап болған соң, енді қамырымыздың біреуін алып, жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Міне осылай қамырымызды жайып алдым. Енді ортасынан пышақпен бөліп алатын боламыз. Енді салмаларымызды салып шығамыз. Ең алдымен ет пен пиязды салдым. Ортасына укроп пен кинзаны, тағы да шетіне қайнатылған картошка, яғни пюремізді осылай салып алдық. Енді жақсылап әдемілеп түйіп алатын боламыз. Ең алдымен бір шетін осылай қайырып, және қалған бөлігін осылай қайырып жауып аламыз. Енді шеттеріні жақсылап жабыстырып, пирожкилерімізді осылай түйіп шығатын боламыз. Қиын емес, өте оңай, бір жасағаннан ақ үйреніп аласыздар. Қамырымыздың екінші бөлігіне де дәл осылай салмаларымызды салып, жақсылап түйіп алатын боламыз. Ең алдымен бір шетін осылай қайырып, және қайырылған бөлігіні қалған жеріне осылай жауып, жабыстырып шығатын боламыз. Қамырларымыздың шетін жақсылап қаттылау етіп жабыстыруымыз керек. Өйткені пісіп жатқан кезде, көтерілген кезде шеттері ашылып кетпейді. Міне мен сіздерге тағы да бір рет көрсетемін. Осылай қайырып, және қалған бөлігіні де осылай қайырып, жақсылап түйіп алатын боламыз. Міне осылай барлығына түйіп алдық. Енді түйіп болған пирожкилерімізді листке мен пергамент қағазына төсеймін. Егер пергамент қағаз болмаса, фольга төсесеңіздер, немесе листті жай маймен майлап қойсаңыздар болады. Енді жұмыртқаның 2 сарысını алып, араластырып алып, осылай пирожкилеріміздің бетінен жағып, ақ күнжіт пен қара күнжітке шеттерін осылай домалатып алатын боламыз. Қалған пирожкилеріміздің де бетіне осылай жұмыртқамызды жағып, шетіні күнжітке домалатып шығатын боламыз. Егер қаласаңыздар қара күнжітке, қаласаңыздар ақ күнжітке домалатсаңыздар да болады. Енді 180 градуста
30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Достар, егер сіздердің пештеріңіз әсел пеш болатын болса, онда 150-160 градуста пісіріңіздер. Аралары әдемі болып пісуі қажет. Міне осылай жұмсақ көтеріліп, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Дәмі өзгеше, ерекше дәм болып шығады. Менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, менің парақшама подписаться жасап, видео рецепттеріме лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Ас болсын.